Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Тоқаев билігінің саяси дағдарысқа ұшырағаны, Тоқаевтың тығырыққа тірелгені. Ендеше осыны қысқа нұсқа сіздерге екі ауыз сөзбен жеткізейін. ОДКБ дейтін ортақ әскери қорғаныс келісім шарт ұйымы бар. Ол орыс үлгісіндегі НАТО деп аталады. Яғни орыс бастаған НАТО деген атқа ие. Яғни бұрынғы Совет одағы елдерінің құрамындағы диктаторлық, дара билеушілік елдерді Путин үркітіп, қорқытып, олардың сатқындығынан, арамзалығынан, екібеткейлігінен пайдаланып, оларды қайтадан өзінің шылауына, өзінің ілкіне түсіріп, қандай да бір мемлекетке қауіп төнгенде ортақ қорғанамыз деп құрып қойған ұйым. Бұл кезіндегі Варшава шарты ұйымы сияқты коммунистік елдердің альянсына келеді. Анығында Шанхай ынтымақтастық ұйымын көп жұрт Варшава шарты ұйымына ұқсатқанымен, Шанхай ынтымақтастық ұйымында екі бас бар. Яғни жыланның екі басы сияқты Орыс пен Қытай тұр. Бұлар ортақ әскери мәмілеге келе алмай отырады. Сондықтан Шанхай ынтымақтастық ұйымын бұрынғы Варшава шарты ұйымы, яғни коммунистік лиганың баламасы деп қарау әлде қайда қиын. Оған қарағанда мына ОДКБ, яғни Путин басшылығындағы, орыс басшылығындағы әскери қауіпсіздік ұжымы, бұл сол НАТОға қарсы орыс үлгісіндегі НАТО. Тоқаев ОДКБ-ның қызығын көрді, дәмін татты. Билігіне қауіп төнген кезде Путиннің табанын жалап, ОДКБ-ның қанішер жендеттерін алдырып, қазақтың бейуаз жастарына қаратып оғатты. Өз халқына өз оғатып, өзінің қанды билігін сақтап қалды. Енді тура осымен қатар орыс жеріне қауіп төнді. Қазір орыс жерінде Белгород бар, тағы басқа жерлері бар. Қазір шабуыл басталды. Тіпті ең сұмдығы, бұл шабуылдар Мәскеуде жалғасты. Украин дрондары тікеден тіке Мәскеуді бомбалап жатыр. Бұл деген сөз не? Мәскеуге дрондық шабуыл деген сөз, енді Мәскеудің төбесінде Украинның F-16 ұшады. Ол деген сөз орыстың жерінде енді соғыс тұтанады. Тіпті өткенде біз бұны күні бұрын болжадық. Донецк, Луганск, Бахмуттан бөлек соғыс болып жатқан Украин аймағынан бөлек орыстың соғыс болмаған аймағында соғыс болады деп болжадық, айтқанымыз айдай келді. Біз тіпті содан кейін екінші болжалымызды айттық, қиыр шығыстан орыстың алыс аймақтарынан көтерілуі мүмкін дедік. Ол болжалымыз әлі келген жоқ. Енді ОДКБ-ның шарты бойынша ОДКБ құрамындағы кез келген елге қауіп төнгенде ортақ қорғанатыны. Енді Тоқаев Ресейге әскер аттандыруға міндетті. Яғни қазақтың атпал азаматтары қолына қару ұстап, енді Ресей территориясын қорғауға міндетті. ОДКБ деген сөздің мағынасы осы. Яғни ОДКБ орыс пен қазақты өлсек бір шұңқырда, тірі болсақ бір төбеде боламыз деп анттасқан. Ақсарбас сойып, бас бармақтарын Ақсарбастың қанына матырып анттасқан ұйымы. Енді қызық. Тоқаев орысқа әскер берсе, онда Тоқаевтың осығанға дейін маймаңдап, бөксесін бұлғаңдатып жүріп, Еуропа мен Америкаға мен демократпын, мен ұзақ жылдық дипломатпын, мен диктатор емеспін, мен Орта Азияда демократияны орнатамын деген қалың өтірік уәделерінің күлі көк құшады, және Тоқаев батыстың алдында тыр жалаңаш қалады. Ол деген сөз, батыстың алдында Тоқаев тыр жалаңаш қалды деген сөз, батыс Ресейден көрі Қазақстанға шүйлігеді. Ресейге салған санкция болмай қалады. Қазаққа салған санкция
санкцияның жетекесі болады. Ол кезде Назарбаевтың ұрлаған 200-300 миллиард доллар ақшасы біз білетін, біз білмейтін қанша триллион ақшасы мұздатылғанның көкесі болады. Құлыбаевтың, тағы басқа Есекбай Шошқабайлардың ақшасының бәрі мұздатылады. Дәриға, Сәриға, Дүриға, Дурага бәрінікі бұзылады, мұздатылады. Сонда қазақтың 30 жылдан бері ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен ең байлығы шетелде мұздатылғанда Қазақстанның ұрлап жырлаған ақшасын жырдап тыққан Тоқаев және оның айналасындағылардың ақшасы мұздатылады. Санкцияның көкесі салынған кезде Тоқаев түйені жел ұшырса ешкіні аспаннан көресің деген қазақ мақалының мәнін сонда түсінеді. Міне, енді қараңыздар. Бұғанға дейін Қытайға неге бірден ауыр қатаң соққы бермей отыр? Қытайдың Қазақстан арқылы, тіпті өзі тіке Ресеймен шектесетін кедендері арқылы, Ресейге дронмен, әскери техникамен, тағы басқа санкцияланған заттармен көмектесіп жатқанын, Ресей мұнайын халықаралық нарықтан 3 есе қымбат бағаға сатып алып, Ресейге қаржылық көмек беріп жатқанын біз айттық. Біз білгенде Америка білмей отыр ма? Біліп отыр. Біз тас санағанда батыстың барлау қызметі құм санап отыр. Бірақ олар көрмегенсіп Қытайға тәк, мен біліп қойдым, көріп қойдым деп, Қытайды Ресейге басы бүтін қосылып кетпесін деп, Қытаймен саудасын көлденең тартып, Қытайды Ресеймен батыстың ортасында нейтрал тұруға мәжбүрлеп жатыр. Кем дегенде ашық ашкері бетіндегі 40 қабат бет пердесін жыртып, мен өлсем Ресеймен біргемін, тірілсем Ресеймен біргемін деп, қазақ құсап, орыстың қолтығына кіріп кетпесін деп, Қытайды солай ұстап отыр. Экономика Қытайдың жаны. Қытай өндірген арзан тауар бүкіл Қытайдың сыртқы кірісінің көзі. Енді соны сылтауратып, былайша айтқан кезде, диірмен сүйреген есектің алдына бір уыс шөп көрсетіп, ол шөпті ағашқа байлап, ол ағашты есектің беліне байлап тастағандай, Қытайды сол сыртқы саудадан түсетін зор табыс арқылы қызықтырып, Ресейге басы бүтін ашық-ашкері көмек беруден тосып отырған батыс, тура сол тактиканы Қазақстанға да, қазақтың іріп-шіріген билігіне де қолданды. Енді батыс, Тоқаев ОДКБ-ның шарты бойынша біз уәдеге берікпіз. Жаным Путин, Құдайым Путин, өлсем сенімен бірге өлем деп Тоқаев маймаңдап, қисалаңдап, құйрығын бұлғаңдатып, ерінің қызылға бояп, Путинге қарай жаным күнім деп ұшқан кезде, ялю-білю тебасын айтқызбай тұрып, батыс санкцияның астына салып, сансыратып жібереді. Міне әңгіме қайда жатыр. Бұл Тоқаев үшін алғанда үлкен сынақ. Бұл өте үлкен сынақ. Қазақтың диктаторлық билік үшін алғанда да өте үлкен сынақ. Бұлай тартса арба сынады, бұлай тартса өгіз өледі. Әскер бермейін десе, Путиннің жаны шиқылдап тұр.